Бұл фотогуретте уртала тұрған ұшы егет менің олатайым Тимирғали Сәлихулы Ғалин. 112-сі кавалерия дивизияның 294-сі кавалерия полкының үлкен сержанты, орудие тұтқаусыға. 1942 елдің ноябрь-декабрь айларында ол дұшман ұты астынан өз орудиясын бірнеше тапқыр сығарып, яңынан дұшманға ұтасқан. Шуның менен біздің ғаскерлердің яңынан хүжім башлауға бұлышлық еткен. Бұдан тыш Олатайыбыз бір күнісінде 7 немец танкын юг етуі турасында да мәгълүмат бар. Біз Олатайыбыздың хатирелерін қадірлеп хақлайбыз. Әмінде енді оның хәрби танытмаһы хақлана. Бұл хәрби танытма менің үшін айруса қадірлі. Не үшін дегенде тап ошында Олатайыбыз турасында бәләкәй генә булһа, аз гына булһа мәгълүматлар хақлана. Унда язылуынса 1941 елдің декабрендә Олатайыбыз хәрби хезмәткә сакырылып, уға бір шинель, противогаз, хәрби бысақ, карабин һәм каска бирелгән. Ошы ябай гына әйберләр менән Олатайыбыз хәрби хугыш юлын үткән һәм инде еңеүҙе яҡынайтыуға үҙ өлөшөн индергән. Біз уның улдары һәм ҡыҙҙары, йән-йәнсәрҙәре, бүлә-бүләсәрҙәре, уның ҡылған батырлыҡтары үткән юлы менән ғорурланабыҙ. Олатай, рәхмәт һиңә еңеү өсөн.